Қазір біздің басымызға түрлі қиындықтар келуі мүмкін. Я біз естиміз, әр қашан естиміз. Біреудің үйінде сол намаз оқығаны үшін қиындық болып жатады, біреудің жұмысында қиындық болып жатады. Бірақ я оған төзу керек. Бұл сахабалар сол жаңағыдай туысқандарынан келген нәрсенің бәрін төңкеріп жіберді ме? Жоқ, төңкеріп жіберген жоқ, бірақ олар сабыр қылды. Сабыр қылды. Олар білді, төзе білді. Егер де біздің расында да біздің мақсатымыз Аллахтың разылығы болатын болса, бәріне көз жұму керек. Уақыт келеді, иншалла. Уақыт келеді. Біз Алланы кезігетін боламыз, Алламен кездесетін боламыз. Міне сол кезде Аллахтың алдында біздің үзіріміз болады. Я Алла, расында да мен сені қаладым. Расында да мен сені қаладым. Бірақ мен жолымда осында қиындықтар болды. Бірақ ол қиындықтарға қарамастан мен сені қаладым. Мен түрлі қиындықтарды басымнан өткіздім, я Алла. Сол себепті бізге келген қиындықтардың бәрін төзе білу керек. Бәрін төзе білу керек. Ол қиындықтар келеді. Бұл өмірдің салты сондай. Аллах Тағала әрдайым сынайды. Аллах Тағала аятта не дейді? Сендер иман келтіргеннен кейін біз сендерді жай сынақсыз қоя береміз деп ойлайсыңдар ма дейді. Жоқ, Аллах Тағала қоя бермейді, сынайды. Сен иман келтірместен бұрын сені саған иман нұрын береді. Иман нұрын бергеннен кейін сені сынайды. Бұл расында да иман келтірген бе деп. Иман келтіргеннен кейін сені сұрайды, бұл расында да ықыласты ме екен деп. Бұл қаншалықты амал жасайды екен, қандай бұл амал жасайды екен, бұл ықыласты ма екен деп Аллах Тағала әрдайым сынайды. Міне бірақ бұл сынақтар өтпелі, барлығы өткінші. Адам бүгінгі болған қиыншылықты бір күн өтсін толығымен ұмытып кетеді. Сол себепті бұл дүниеде қиыншылықтар келеді, түрлі қиыншылықтар келеді, сынақтар келеді. Ол сынақтар түрлі жолдармен келеді. Біз ол нәрсені сезу мүмкінбіз, сезбеу мүмкінбіз. Ол нәрсені сынақ деп сол кезде не қылу керек? Ойлап қалу керек. Бұл сынақ емес пе? Адам көшеде кетіп бара жатуы мүмкін, немесе саудасын жақсы жасап кетіп бара жатуы мүмкін. Жақсы көтеріліп келе жатыр. Бірақ бір күні кетеді, біреу алдап кетеді. Толығымен алдап кетеді. Ол толығымен банкротқа ұшырайды. Толығымен банкротқа ұшырайды. Я ол қиындық та, Алладан келген қиындық. Адам күнделікті несін жаңағыдай зікірін толтырып жүр, намазын оқып жүр, садақасын беріп жүр. Бірақ бір күні болды да, оның жақындарынан біреусі кетіп қалды. Ол да сынақты. Адам сол кезде, сол мезетте қандай сөз айтады, не айтады, Аллаға қандай шағымдарын айтады. Сол кезде неге Аллах Тағала мені таңдап алды деп айта ма? Әлде, я Алла, расында да біз сенікіміз, расында да біз саған қайтамыз деген сөздер айта ма? Сол себепті әр қиындықтарда Алладан сұрайық. Біріншіден Алладан сұрайық, я Алла, бізге жеңілдік бер. Алла елшісі әрдайым сабыр сұрамаған. Алла елшісі әрдайым не сұраған? Афият, жеңілдік сұраған. Аллахумма инна насалука ал-афу вал афията фид дуnya вал ахира. Я Алла, сенен кешірім және жеңілдік сұраймыз бұл дүние ақыретте де. Әрдайым Алладан кешірім, жеңілдік сұраймыз. Өйткені Алладан бір сынақ келсе біз көтере алмай қаламыз ба?